Сәлеметсіздер ме, Баршамызға сәттілік. құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің вебинарымызды бастаймыз. Қазіргі заманауи тәсілдер мен қоғамды қазақ тілі мен әдебиеті бағытындағы элективті курс бағдарламаларының мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын негізгі дидактикалық талаптар бойынша бүгінгі өзіміздің авторлық бағдарлама өтеміз. Әдебиет пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Үсентаева Бағлан Акановнаға береміз. Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Үсентаева Бағлан Акановқызы, 78-ші мамандандырылған лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Менің авторлық бағдарламаның тақырыбы қазақ тілі сабағында оқушылар бойына тіл тазалығын қалыптастыру, элективті курс 7-ші сыныптарға арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бағдарламаның мақсаты қазақ тілі сабағында оқушылар бойына тіл тазалығын қалыптастыру. Міндеттері оқушыларға тілдің жалпы адамзаттық құндылық ретіндегі рөлін түсіндіру, тілдің эстетикалық табиғатын таныту, жұрт алдында сөйлей білуге төселдіру, ана тілінде таза анық сөйлеуге үйрету, көркем сөз нормалар меңгерту. Бағдарламаның өзектілігі. Бүгінгі таңда отандық білім беру үдерісінде оқушының ана тілінде таза сөйлеу білімін қалыптастыру өзекті. Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асыру 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде толыққанды қызметін қамтамасыз ету және тілдік капиталды дамыту міндеті тұр. Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес қазақ тілі пәні арқылы интербелсенді оқыту технологияларын қолданып, білім алушылардың өз тілінде анық таза сөйлеу қабілетін оятуды жүзеге асыру маңызды. Тіл тазалығын қалыптастыру жолдары. Әдеби тіл нормаларын үйрету. Оқушыларға қазақ әдеби тілінің негізгі заңдылықтарын, орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды жүйелі түрде меңгерту қажет. Диалект, жаргон, бөтен тіл сөздерінен аулақ болу, сабақ барысында күнделікті тұрмыста жиі қолданылатын, бірақ әдеби нормаға жатпайтын сөздерді талдап, олардың дұрыс баламасын қолдануды үйрету маңызды. Оқушылардың сөздік қорын байыту, көркем шығармаларды оқу, мақал-мәтелдер мен тұрақты сөз тіркестерін пайдалану, күнделікті тілдесім барысында қолдану, яғни сөздік қорын байыту. Жазу мәдениетін дамыту, диктант, эссе, шығарма жазу арқылы оқушылардың жазба тілін жетілдіру қажет. Сөйлеу дағдыларын жетілдіру, монолог, диалог құру, үйрету, шешендік өнер элементтерін қолдану арқылы оқушылардың сөйлеу дағдысын жақсартуға болады. Күтілетін нәтиже. Оқушылар тілдің жалпы адамзаттық құндылық ретіндегі рөлін түсінеді, тілдің эстетикалық табиғатын таниды, жұрт алдында сөйлей білуге төселеді, ана тілінде таза анық сөйлеуге үйренеді, көркем әдеби нормаларды меңгереді. Қорытындылайтын болсақ, қазақ тілі сабағында тіл тазалығын ерекше мән беріп оқыту оқушылардың сауатты, мәдениетті әрі дұрыс сөйлеуіне ықпал етеді. Тілдің дамуы мен ұрпақ сабақтастығы үшін маңызды, яғни тіл тазалығын сақтау. Қазақ тілі. Саламатсыздар, құрметті ұстаздар. Номер 178-ші мамандандырылған лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Исабаева Балмира Талқызы. Бүгінгі менің тақырыбым қазақ тіліндегі орфографиялық нормалар мен заңдылықтарды меңгерту атты элективті курс. Бұл 11-ші сыныпқа арналған 34 сағат. Бағдарламаның негізгі мақсаты қазақ тілінің орфографиялық нормаларын жүйелі түрде меңгерту және дұрыс жазу дағдыларын қалыптастыру. Оқу процесі барысында оқушылар орфографияның негізгі заңдылықтары,
емеле ережелері, орфограмма ұғымы мен оның дифференциалды белгілері, сондай-ақ дыбыстың естілу мен сөз жастам заңдылықтарын жан-жақты игереді. Нақты құрылымдағы оқу жоспары мен практикалық тапсырмалар оқушылардың орфографиялық қырағылығын дамытып, олардың жазбаша сөйлеу мәдениетін жоғары деңгейге көтеруге ықпал етеді. Бағдарламаның ғылыми негізі мен өзектілігі қазіргі заманғы білім беру жүйесінде жазбаша коммуникацияның сапасы ұлттық мәдениеттің ажырамас бөлігі болып табылады. Қазақ тіліндегі орфографиялық нормалар мен заңдылықтарды меңгерту бағдарламасы бұл мәселені шешудің ғылыми тұрғыдан негізделген жүйелі тәсілі. Бағдарламаның құрылымында орфографияның фонетикалық, морфологиялық және синтаксистік аспектілері, сондай-ақ тарихи кезеңдегі орфографиялық реформалар егжей-тегжейлі қарастырылған. Мұндай ғылыми әдістемелік қамтамасыз ету оқушылардың тілдік құзыреттілігін арттыруда, жазу барысында орфографиялық қателіктерді азайтуда және ұлттық тілдің дәстүрлі құндылықтарын сақтауда маңызды рөл атқарады. Оқу бағдарламасында осы құрылым мен мазмұнын айта кететін болсақ, бағдарлама негізі екі бөлімнен тұрады: тұрақталу және ақпараттық әдістемелік бөлім. Тұрақталу бөлімі оқушыларға орфографиялық заңдылықтарды түсініп, оларды практикада қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған дәрістік және тәжірибелік сабақтарды қамтиды. Мұнда орфографияның басқа да ғылыми салаларымен байланысы, қазақ орфографиясының тарихи кезеңдері, негізгі ережелері, сөздіктердің құрылу принциптері, орфографиялық қиындықтар мен дыбыстардың жазылуы, бірігіп және дефиспен жазылатын сөздердің ерекшеліктері, бас әріппен және қысқарған сөздердің емлесі, түбір және үндес сөздердің жазылуы, сондай-ақ орфографиялық талдау үлгілері егжей-тегжей қарастырылады. Енді бағдарламаның қысқаша әдіс тәсілдері айта кететін болсақ, жалпы жазу мәдениеті, инновациялық модульдер, онлайн платформалар, технологиялық интеграциялар, оқу процесінде тиімді қолдану, ұлттық тіл мәдениетін меңгерту, жазбаша сауаттылығын арттыру. Бағдарламаның жаңашылдығы туралы қысқаша айтатын болсам, бағдарлама орфографиялық нормаларды жүйелі түрде оқытудың заманауи әдістерін қолданғаны және оның басты жаңалығы болып табылады. Болашақта бағдарламаға қосымша инновациялық модульдер енгізу, жаңа технологияларды интеграциялау, онлайн платформалар арқылы оқыту әдістерін жетілдіру қарастырылуда. Бір сөзбен айта кетсек, қорытындай кетсек, қазақ тіліндегі орфографиялық нормалар мен заңдылықтарды меңгерту бағдарламасы ғылыми негізделген заманауи оқыту әдістерін пайдалана отырып әзірленген және ұлттық тіл мәдениетін нығайтуға бағытталған өзекті оқу модулі. Бағдарлама оқушылардың жазбаша сауаттылығын арттыру, орфографиялық қателіктерді азайту, тілдік құзыреттіліктерін дамыту мақсатында құрылып, оның құрылымы мен мазмұнын әдістемелік қамтамасыз ету оқу үдерісінің тиімділігіне зор үлес қосады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, мен авторлық бағдарламам қазақ тілі пәнінен эссе жазуда жүйелік аспектісін қалыптастыру элективті курс 11-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағаттық, барлығы 34 сағат. Енді менің жұмысымның курстың негізгі мақсаты қазақ тілі пәнінен эссе жазуда жүйелік аспектісін қалыптастыру. Курстың міндеттері оқушыны эссе тақырыбына назар аудартып, кілт сөзді табуды түсіндіру, оқушыны эссенің кіріспе бөлімін жазуға қалыптастыру, тезисті нақты бір сөйлеммен беруге дағдыландыру, кіріспе бөлім мен негізгі бөлім арасындағы логикалық бірізділікті сақтап жазуға бағыттау, эссенің сөз санына байланысты негізгі бөлімге аргументтерді кіріктіруді үйрету, эссе жазуда оқушының сыни көзқарасы болуына назар аударту, қорытынды бөлімнің жазылу ерекшелігін меңгерту, эссе құрылымын сақтап жазуға машықтандыру. Өздеріңіз білесіздер, қазір соңғы жылдары біз қазақ тілінен 11-ші сыныпта аргументативті эссе жазамыз. Соған байланысты осы элективті курсты жазып шығарған болатынбыз. Келесі
Бағдарламаның негізгі өзектілігі жазылым дағдысы автордың жеке көзқарасын, ерекше ой иірімдерін байланыстыратын шағын көлемді еркін композицияға құрылған шығармашылық жұмыс түрі эссе жанрының соңғы жылдардағы танымалдылығы жоғары, яғни бұл жазылым дағдысына байланысты. Сұранысқа ие. Бүгінгі таңда эссе барлық салада тапсырма ретінде жиі ұсынылады. Оқу орнына түсу немесе жұмысқа орналасу үшін тапсырылатын құжаттардың негізгі құрамдас бөліктерінің біріне жатады. Нәтижеге бағытталғандығы, яғни мектеп бітіруші оқушылар эссе құрылымының жазылу ерекшеліктерінің жүйелік аспектісін толық меңгеріп шығуы өзекті болып табылады. Енді бағдарламаның жаңалығы заманауи білім беру парадигмасы, жалпы білім беру жүйесінің философиясына, әдіснамасына, психологиялық педагогикалық ғылым мен практиканың соңғы жетістіктеріне сәйкес әзірленген. Оқушыларда білім беру дағдысын қалыптастыру ғана емес, жеке тұлға ретінде дамыта отырып тәрбиелеу, оқушылардың психофизиологиялық және әлеуметтік денсаулығын жай-күйін сақтау, білім беру үдерісінің этнопедагогикалық, психологиялық, экологиялық және экономикалық бағыттылығын қамтамасыз ету, білім беру жүйесінің гумандық, бірегейлік және инновациялық тәсілдерге сәйкестігін қамтамасыз ету және тағы басқалары. Ғылыми талаптарға сәйкестігі қамтамасыз ету, проблеманы болуы, ғылыми гипотеза, проблеманы гипотетикалық шешу, ғылыми негізделген зерттеу жүргізу, зерттеу нәтижелерін зерттеу алдында алынған мәліметтермен салыстыру. Жақсы, кісілер қосылып жатыр бізге. Жақсы. Күтілетін нәтиже, жалпы осы жұмыстан, осы курстық, элективті курстан күтілетін нәтиже, оқушының эссе тақырыбына назар аударып, кілт сөздерді табуды түсінеді оқушы. Оқушы эссенің кіріспе бөлімін жазуға қалыптасады. Тезисті нақты бір сөйлеммен беруге дағдыланады. Кіріспе бөлім мен негізгі бөлім арасындағы логикалық бірізділіктерді сақтап жазады. Эссенің сөз санына байланысты негізгі бөлімге аргументтерді кіріктіруді үйренеді. Эссе жазуда оқушы сыни көзқарасы болуына назар аударады. Қорытынды бөлімнің жазу ерекшелігін меңгереді, эссе құрылымын сақтап жазуға машықтанады. Жалпы осы жұмыстың нәтижесінде жұмыс жасалынып жатыр, яғни жүйелілік аспектісін қалыптастырып үйретудің нәтижесінде эссе құрылымын сақтау, клише сөздерді қолдану талаптары нақтыланды, тезис, аргумент, статистикалық мәлімет, факт, көзқарас жазудың ерекшеліктері айқындалды, эсседегі кіріспе қадамдарын жазу жеке-жеке түсіндірілді, эссе жазуда жүйелілік аспектісін қалыптастырудың тиімді жолдары көрсетілді. Осыған байланысты оқушылармен жазылған жаһанданудың біздің елге тигізген пайдасы мен зиянын дәлелдеп жазыңыз деген эссе болатын. Осы эссе бойынша оқушы өзінің көзқарасын білдіріп шықты. Эссені осы жерге кіріктіріліп қойдым. Оқудың қажеті жоқ шығар, Жақсы, қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақ тілі пәнінде құрмалас сөйлем және олардың түрлерін оқытудың тиімді жолдары. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог, зерттеуші Жансекбаева Назигүл Бахитовна боламын. Келесі бетті ауыстыра бересіз. Сіз жолшыда отырасыз. Жұмыстың мақсаты қазақ тілі пәнінде құрмалас сөйлем және олардың түрлерін оқытудың тиімді жолдарын қарастыру. Жұмыстың міндеттері: біріншіден, құрмалас сөйлем туралы түсінік беру. Екінші, құрмалас сөйлемнің өзіндік ерекшеліктерін түсіну. Құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлерін түрлі мысалдар арқылы ажырата білуге дағдыландыру. Құрмалас сөйлемнің түрлерін түрлендіріп қолдана білуге машықтандыру. Көп құрамды құрмаластың айырмашылығын түсіндіру. Құрмалас сөйлемге қатысты түрлі мәтіндік тапсырмалар орындату. Бағдарламаның өзектілігі: аталған тақырып отандық білім беру үдерісінде 19 ғасырдың 40 жылдарынан бері өзекті болып табылады. Отандық білім берудің әдістемелік негізін өзгерте отырып, білім берудің сапасын жақсарту, құрмалас сөйлемнің түрлерін ажыратуда жаңа дағдылар мен оқушының қызығушылығын ояту қазіргі таңда өзекті болып отыр. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту, функционалдық сауаттылықты арттыру қазіргі білім беру жүйесінде маңызды.
Жоба бойынша күтілетін нәтиже: құрмалас сөйлем туралы түсінік алады, құрмалас сөйлемнің өзіндік ерекшеліктерін түсінеді, құрмалас сөйлемнің түрлерін түрлендіріп қолдануға машықтанады, көп құрамды құрмаластың айырмашылығын түсінеді, құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлерін түрлі мысалдар арқылы ажырата біледі, құрмалас сөйлемге қатысты түрлі мәтіндік тапсырмалар орындайды. Келесі ұқсас болды. Жобаның жаңашылдық элементтері. Біріншіден, педагогикалық жаңалығы құрмалас сөйлем және олардың түрлерін сын тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқыту. Екінші, психологиялық жаңалығы құрмалас сөйлем және олардың түрлерін оқытуда оқушының айтылым, жазылым дағдыларын қалыптастыру. Авторлық бағдарламаның құрылымы 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде құрмалас сөйлем жайлы жалпы түсінік беріледі. Екінші бөлімде салалас құрмалас сөйлемнің түрлері қамтылған. Үшінші бөлімде сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлері және төртінші бөлімде көп құрамды құрмалас сөйлемдер және олардың түрлері жайында айтылады. Бұл жұмыс барысында менің пайдаланған оқыту технологияларым: біріншіден ақпараттық технология, екінші проблемалық оқыту технологиясы, топтық технология, инновациялық технологиялар, интербелсенді технологиялар, яғни дискуссия, дебат, сын тұрғысынан ойлау технологиясы, диалог құру арқылы құру технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы, жекелеп оқыту технологиясы, деңгейлеп оқыту технологиясы және ойын технологиясын қолдандым. Бұл жұмыс арқылы, жоба арқылы оқушыларға дәріптейтін қасиеттер: біріншіден, функционалдық сауатты болып шығады, оқушылар интерактивті сауатты және сыни сауатты болуға бағыттайды. Жоба бойынша ұсыныс: осы аталған мәселелер қазіргі білім жүйесінде өзекті болып табылады. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында жаңа дағдыларды енгізе отырып, функционалдық сауаттылықты арттыру. Осы аталған бағдарламаны қолдану өз тиімділігін көрсетеді. Авторлық жоба білім алушылар үшін көптеген мүмкіндіктер береді. Барлық білім ордаларында осы аталған элективті курсты тәжірибеде қолдануды ұсынамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Дамытудың заманауи әдістері. Бағдарлама авторы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог сарапшы Кенжебаева Майя Қыпшақызы. Жұмысымның мақсаты қазіргі ақпараттық қоғамның талаптарына сәйкес әртүрлі жастағы оқушылардың оқу сауаттылығы дағдыларын қалыптастыру, дамыту және оларды жетілдіру болып табылады. Бағдарлама оқушыларға мәтіндік ақпаратты оқудың, түсінудің, талдаудың және сыни бағалаудың тиімді әдістерін үйрету мақсатында бағытталған. Оқушылардың оқығандарын терең және сыни тұрғыдан талдау, ең бастысы логикалық тізбектер құру және өз көзқарастарын дәлелдеу дағдыларын дамыту. Жұмыстың міндеті: оқу сауаттылығын арттырудың заманауи әдістері мәтіндегі негізгі ойларды бөліп көрсету бойынша практикалық жаттығулар өткізу, мәтіндегі негізгі ойлар мен құрылымдық элементтерді бөліктеу және қабілетін дамыту. Оқу дағдыларын оқыту мен дамытудың кешенді тәсіліне арналған көп деңгейлі құрылым болып табылады. Жұмыстың ғылымилығы: оқу сауаттылығын дамытудың заманауи әдістері. Олар мыналарды қамтиды: сыни тұрғыдан оқу және ойлау, оқушыларды мәтіндерді талдауға, олардың өзінің идеяларын нақты айтуға, нақты дәлелдер келтіруге және ақпаратты оның сенімділігі мен өзектілігі тұрғысынан бағалауға үйрету. Оқуды түсінуді жақсарту: мәтінді терең түсіну, жасырын мағыналар мен мәтін аралық байланыстарды анықтау және осылармен жұмыс жасау. Бағдарламаның өзектілігі: оқу сауаттылығын дамытудың заманауи әдістері әдеби,
талдау контекстіндегі бұл жердегі тақырып, идея және проблема терминдерінің мағыналарымен танысу. Бұл элементтердің барлығы бір-біріне қалай байланысты екенін және олардың мәтіндегі рөлін анықтау болып табылады. Күтілетін нәтижелер. Білім беру сапасын жақсартуға және оқушылардың жеке құзыреттілігін дамытуға бағытталған қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді әсерді қамтиды. Оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру, оқуды түсіну дағдылары, оны жетілдіру, мәтіндерді талдау, сонымен қатар мәтіннің негізгі ақпаратты идеясын бөлектеу. Сонымен қатар ақпаратпен жұмыс жасау, істеу дағдыларын ары қарай жетілдіру. Оқуға деген көзқарасын қалыптастыру, оқу және күнделікті мақсаттарда материалдарды оқуға және өз бетінше оқуға қызығушылығын арттыру. Енді менде мына жерде тұрақтылау бөлімі аптасына 1 сағат 9 сыныптар үшін 34 сағат, жалпы 34 сағат оқу сауаттылығында дамытудағы мақсаттар мен міндеттері. Бұл жерде оқушы мәтіндегі жалпы өзінің негізгі ойын бөліп көрсету үшін оқылым, тыңдалым, айтылым тапсырмаларын орындау. Барлығыңызға көрініп тұр ма? Кішкентай болып жазылып еді. Жалпы мен айтатыным осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі біздің спикеріміз Сентаева Бағлан Атанова. Жұмысыңызды қоса беріңіз.